Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің пәніміз практикалық аудит. Қарастырылып отырған тақырып аудиттің түрлері және мәні мен мазмұны. Мынадай сұрақтар қарастырылады. Бірінші, аудиттің мәні және мазмұны. Екінші, аудиттің қажеттілігі және мәні. Үшінші, аудиттің мақсаты мен мағынасы. Енді аталған сұрақтардың әрқайсысына тоқталайық. Бірінші сұрағымыз бойынша аудиттің мақсаты мен мағынасы. Аудиттің тарихы тереңнен басталады. Алғашқы тәуелсіз аудиторлар 19 ғасырда Европаның акционерлік компанияларында пайда болды. Аудит сөзін аударғанда ол естиді немесе тыңдаушы дегенді білдіреді. Аудиттің шығу тегі кәсіпорынды басқарумен тікелей айналысатындармен және оның ісіне ақша салатындармен, яғни осылардың қызығушылықтарын бөлумен байланысты. Соңғылары өздеріне бағынышты басқарушылар, бухгалтерлердің ақпараттарына сене де сенгілер де келмеді. Кәсіпорындардың жиі банкротқа ұшырауы, әкімшілік жағынан туындаған алдаушылықтардың өзі қаржылық салымдардың тәуекелін көтерді. Акционерлер өздерін алдамайтындығын, администрация ұсынған есеп берулер толығымен кәсіпорынның дәл қаржылық жағдайын көрсететіндігін біліп отырғылары келді. Қаржылық ақпараттардың дұрыстығын тексеретін, қаржылық есеп берулердің бекіту үшін арнайы адамдар шақырылады. Олар акционерлердің пікірі бойынша оларға сенуге болатын еді. Аудиторларға қойылатын негізгі талаптар болып, айнадай адалдығы мен тәуелсіздігі табылды. Бухгалтерлік есепті білу шарты бастапқыда негізгі мәнді алмады, бірақ та бухгалтерлік есептің күрделенуінің қажеттілігі жағдайы жақсы білікті аудиторды дайындаудың шарты болып табылады. Аудиттің тарихи отаны болып Англия саналады. Онда 1844 жылдан бастап компаниялар туралы заңдар сериясы шыға бастады. Ресейде аудитор дәрежесі 1 Петр кезінде енгізілген. Аудитордың міндеттемесіне іс қағаздарын жүргізушінің, хатшының, прокурордың міндеттіліктері енгізілді. Ресейде аудиторларды сертті бухгалтерлер деп атайды. 1929-1933 жылдардағы әлемдік экономикалық кризис бухгалтер-аудиторлар қызметіне қажеттілікті күшейтті. Бұл кезде аудиторлық тексеріс сапасына талаптар күшейе түсті. Мұндай қызмет түрлеріне нарықтық қажеттілік ұлғайды. Дағдарыс аяқталған соң барлық елдер жылдық есеп берудегі ақпарат көлеміне міндетті талаптарды және осы есеп берулер мен аудиторлардың қорытындыларын міндетті түрде жариялауды енгізе бастады. Аудит алаяқтыққа қарсы күшті қару бола бастады. 20 ғасырдың 40 жылдарына дейін аудит негізінен жасалған ақшалай операцияларды дәлелдейтін құжаттарды тексерумен, бұл операцияларды қаржылық есеп берулерде дұрыс топтаумен шектелді. Яғни бұл растайтын аудит деп аталады. 1949 жылдан кейін тәуелсіз аудиторлар компаниялардың ішкі бақылау сұрақтарына көңіл бөле бастады. Аудиторлық фирмалар тікелей аудиторлық тексерістерге қарағанда кеңес берушілік іспен көбірек айналыса бастады. Мұндай аудит жүйелі бағдарлы деп аталады. Аудиттің дамуының үшінші кезеңі оның тексеріс жүргізгенде немесе кеңес берген кездегі мүмкін болатын тәуекелге бағытталу, алдын алу және тәуекелден құтылу. 70 жылдардың басында аудиторлық стандарттарды жасау басталды. Англияда аудиторлар болып, қаржылық есеп берулердің сенімділігін бақылау облысындағы мамандар, соның ішінде мемлекеттік органдарда жұмыс істейтіндер табылады. Францияда тәуелсіз қаржылық бақылау облысында 2 білікті ұйым жұмыс жасайды. Тікелей бухгалтерлік есеп жүргізумен, есеп беруді құрумен және осы облыста кеңес беру қызметімен айналысатын бухгалтер, эксперттер және қаржылық есеп берудің сенімділігін бақылауды қамтамасыз ететін есеп бойынша комиссарлар. ақш-та қаржылық есеп берудің сенімділігін дипломы бар қоғамдық бухгалтерлер жүзеге асырады.
Барлық дамыған елдерде бухгалтер-аудитор мамандығын алғысы келетіндерге көп жылдар оқу мен тәжірибелік іс-әрекет қажет. Сонымен қатар көптеген имтихандардан өту қажет. Аудиторлар палатасы өкілдері осы мамандық тұлғаларын біріктіретін ұйымдар, олардың жұмысын жиі тексереді, немесе олардың әрі қарай іс-әрекет етуіне тыйым салады. Қазақстан Республикасындағы аудит фирмасы алғаш рет 1990 жылы Қазақ Кеңес үкіметінің Министрлер Кеңесінің қаулысымен құрылды. Осы қаулы негізінде Республиканың Қаржы Министрлігі жанынан шаруашылық есеп принципі ретінде аудит орталығы Қазақстан аудит фирмасы ашылды. 1993 жылы қазан айында аудиторлар балансы тіркелді. Ол үкіметтен тыс кәсіби ұжым болып саналады. Оның мақсаты Қазақстандағы аудиттің дамуына көмек көрсету. 1999 жылы бухгалтерлер мен аудиторлар институты құрылды. Қазақстанның аудиторлар палатасы ТМД елдер ішінде бірінші болып халықаралық бухгалтерлер федерациясына тіркелді. Бұл федерация 1971 жылы Шотландияның Эдинбург қаласында құрылған. Оның мақсаты бухгалтерлік мамандықты дамыту. Екінші сұрағымыз бойынша аудиттің қажеттілігі және мәні. Аудиторлық қызметке қажеттілік келесідей жағдайлармен байланысты туындайды. Бірінші, әкімшілік жағынан және акционерлер арасында объективті емес ақпарат алу мүмкіндігі. Екінші, қабылданатын шешімдердің салдары ақпарат саласында тәуелділігі. Үшінші, ақпаратты тексеруге қажет арнайы білімнің қажеттілігі. Төртінші, сапаны бағалауға қажет пайдаланушылардың ақпараттарының жиі болмауы. Осының бәрі тәуелсіз эксперттер қызметіне қоғамдық қажеттіліктің пайда болуына әкелді. Аудиторлық қызмет бұл қаржылық ақпараттың сенімділігін растайтын делдалдардың қызметі. Ақпараттың сенімді болуы капитал нарығының қызмет етуінің тиімділігін арттырады. Әртүрлі экономикалық шешімдердің салдарын бағалау мен болжамдауға мүмкіндік береді. Аудиторлық тексерісті жүргізу ол қажет болса да маңызды болып саналады. Нарық жағдайында кәсіпорындар, несие мекемелері және басқа да шаруашылық жүргізуші субъектілер мүлікті ақша қаражаттарын пайдалану бойынша коммерциялық операциялар мен инвестицияларды жүргізу бойынша келісім шарттық қатынасқа түседі. Бұл қатынастардың нақтылығы келісімнің қатысушыларына қаржылық ақпаратты алу мен пайдалануға мүмкіндік туғызуы қажет. Ақпараттың нақтылығы тәуелсіз аудиторлармен бекітіледі. Меншік иелері, соның ішінде ұжымдық меншік иелері, акционерлері, пайшылар, сонымен қатар кредиторлар, кәсіпорынның көптеген қиын операцияларына өз бетімен сенбейтіндіктен аудиторлар қызметін қажет етеді. Сонымен аудиторлық іс-әрекет аудитор бұл экономикалық субъектілердің талабы бойынша бухгалтерлік есеп беруді, ведомстводан тыс тексеруді, төлем есеп құжаттарын, салық декларациясын және басқа да қаржылық міндеттемелерді тексеруді, бухгалтерлік есепті жүргізуді өткізетін аудиторлардың кәсіпкерлік іс-әрекеті. Аудиторлық фирма дегеніміз бұл бақылау сапасын жоғарылатып, оның объективтілігін көтеруге қызмет ететін тәуелсіз органдар. Ал аудитор қаржы есеп және бақылау саласындағы жоғары білімді маман, мемлекеттік қызметкер емес, тәуелсіз есепші тергеуші. Экономикасы нарықтық дамыған елдерде аудит көп қырлы көрінеді. Мысалы, Англияда аудит түсінігінде кәсіпорынның қаржылық есеп беруі туралы ойын көрсету немесе тәуелсіз тексеріс. Американдық ассоциацияның бухгалтерлік есеп бойынша аудиттің негізгі принциптері комитеті аудиттің мынадай анықтамасын берген. Аудит бұл қызығушылық танытқан, пайдаланушыларға нәтижелерді ұсынатын және олардың деңгейін белгілі бір критерийлерге сәйкес бекітетін экономикалық істер мен құбылыстар жөніндегі объективті берілгендерді алу мен бағалаудың жүйелі процесі. Аудит ретінде қай кезде де қаржылық есеп беруді, пайдаланушыларға ақпараттық тәуекелді тиімді деңгейге дейін түсіру процесін түсіндіріледі. Тәуелсіз аудиторлардың ісіне қатысты бірқатар анықталған ережелер бар. Аудиторды шаруашылық жүргізуші субъектісін еркін таңдау, аудитор мен клиент арасында келісімшарттық қатынас, аудиторлық қорытындыны бекітілген
кемшіліктерді қалпына келтіргенше клиентке беруден бас тарту, аудиторлар мен аудиторлық фирмаларға заңға сәйкесті емес аудиторлық кеңес берушілік қызметтермен қатысты емес шаруашылықтың коммерциялық, қаржылық іс-әрекетпен айналысуға тыйым салынады. Енді үшінші сұрақ: аудиттің мақсаты мен мағынасы. Аудиттің мақсаты заңнама мен аудиторлық істі нормативті реттеу жүйесімен аудитор мен клиенттің келісім шарттық міндеттемелерімен анықталатын нақты тапсырмаларды шешу. Аудиторлық істің негізгі мақсаты экономикалық субъектілердің бухгалтерлік есеп берулердің нақтылығын және олардың жүргізген қаржылық және шаруашылық операциялардың нормативтік актілерге сәйкес келуін растау. Сонымен аудиттің міндеттемелері болып: есеп берудің бухгалтерлік есеп жөнінде нормативтік актілермен сәйкес келуін анықтау, қаржы есебі мәліметтерінің дұрыс екендігін анықтау, қаржы есебінің мәліметтерінің толық және бухгалтерлік есеп мәліметтеріне сәйкес келуін анықтау, ақпараттың заңдылығын анықтау табылады. Аудитордың тапсырмасы аудиторлық тексеріс кезінде баланс, пайда мен зиянның есебін құру дұрыстығы, берілген анықтамалық жазбалардың нақтылығы бекітіледі. Аудитор мыналарды тексеру қажет: жарғылық капитал көлемін өзгерту жөніндегі кәсіпорын иелерінің шешімдерін орындау толықтығы, баланстың пассиві мен активін есептеудегі синтетикалық және аналитикалық есептің теңдігі, дебиторлық және кредиторлық бере жақтардың есебін көрсету толықтығы. Негізгі мақсатқа жету үшін және қорытынды жасау үшін аудитор келесідей сұрақтар бойынша көзқарас жасауы қажет. Есеп берудің жалпы қабылдануы, негізделгендігі, аяқталғандығы, бағалау, сыныптау, бөлу, ұқыптылық, ашып көрсету. Аудиторлар өзінің әрекетінде мынадай тапсырмаларды шешеді: бухгалтерлік есепті жүргізу және есеп беруді құруды, шаруашылық операциялардың заңдылығын тексеру, бірлестіктердің бухгалтерлік есебіне көмек көрсету, салықтық жоспарлау және салықты есептеуге көмек көрсету, есеп жүргізудің кейбір жекеленген сұрақтары бойынша кеңес беру. Аудитті жүргізудің негізгі кезеңдері мыналар: аудит көлемін анықтау, аудитті жоспарлау, бухгалтерлік есеп жүйесі мен ішкі бақылаудағы бағалау, аудиторлық дәлелдемелер, аудиторлық құжаттау, аудиторлық қорытынды және аудиторлық есеп болып табылады.